Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен өзім күнделікте сатылымға шығарып жүрген осындай әдемі, керемет әрі жұмсақ медовик торттың рецептімен бөлісетін болдым. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Жасап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Үйде отырып өздеріңіз ақша тауып, табыс көзін тауып отырсаңыздар болады. Онда бастадық. Алдымен ниотымызды қазанға немесе ыдысымызға құйып аламыз. Үстінен сармай немесе маргаринімізді салып, 2 штук жұмыртқамызды жағып аламыз. Бізде бұл жерде барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Енді мөлшерде көрсетілген қантымызды салып, газге қойып, астын баяу отта қантымыз, сармайымыз барлығы біркелкі болып еріп араласқанға дейін осылай қозғап отырамыз. Лопата немесе қасықтың көмегімен осылай қайнап шығайын деген кезінде 1 чайный ложка толтырып ас содасын саламыз, яғни пищевой содамызды. Енді бұл бізде қазір көбіріп кетеді, реакцияға беріліп қараңыздар. Енді осы ниотымызды қарайғанға дейін, карамельді түске келгенге дейін қоңырлау болу керек. Сол уақытқа дейін кішкене 2-3 минут осылай араластырып отырамыз. Астын байқаңыздар, қатты күйіп кетпесін. Міне осылай бізде көбіреді. Ас содасын салғаннан кейін осылай төбесіне шығып, осындай шетін қырып көрген кездеріңізде, карамельді түс болған кезде астын өшіріп қоясыздар. Кішкене суысы мына көбігі басылуы қажет. Мына қараңыздар, 10-15 минутта бізде көбігі басылып, осындай карамельді түсте болады. Кішкене суытып аламыз, бірдесінен ұн салмаймыз. Електен шығарылған ұнымызды салып аламыз. Сіздерге толық рецепті описание бөлімінде жазып қалдырамын. Салып лопатаның көмегімен немесе сырас қолдарыңызбен илей берсеңіздер болады. Қамырыны бізде кішкене қолға жабысын құрау, жұмсақ қамыр болу керек. Қасықпен илесеңіздер де болады, қолмен илесеңіздер де болады. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Тағы да кішкене 50 грамдай ұн салып жібердік. Бізде ұны кішкене аз болып қалды. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Енді қолдарыңызбен илесеңіздер болады. Лопатам қайта-қайта шығып кетті ғой. Негізі қолдарыңызбен илеген оңайлау болады екен. Жақсылап шетіне жабысып тұрған қамырларымыз бәрін алып, осылай қамыр илеп аламыз. Енді пищевой пакетке немесе рулон пакетке салсаңыздар да болады. Жақсылап ауа кірмейтіндей етіп орап қоямыз да 2-3 сағатқа кем дегенде холодильникке қойып қоямыз. Бұл бізде қазір жұмсақ болып тұр, жайылуға өте ыңғайсыз. Осында 2-3 сағатта қараңыздар, осындай қаттылығы болып шығады. Енді осыны қамырымызды өзін таразыға қойып, қанша грамм екенін біліп аласыздар да 7-8 бөлікке бөлесіздер, барлығын бірдей етіп. Немесе таразы жоқ болған кезде өздеріңіз көз мөлшерлеріңізбен бөліп алсаңыздар болады. Басында кішкене қаттылау болады. Осылай домалақ етіп зуала жасап аламыз. Енді пергамент қағазымызға ұн сеуіп жібереміз. Қатты жабысып қалмау үшін, қазір жайып атқан кезде де әдемі жайылу, ыңғайлы жайылу үшін осылай қамырымызды ұнға булап аламыз. Жақсылап домалақ етіп жайып аламыз. Домалақ па, 4 бұрыш па, қалай жасаңыз да бола береді. Просто жаңағы жерде біз қазір өзіміз кальцонымызға өзіңізге керекті размерді алатындай етіп жайып аласыздар. Менде бұл жерде кальцонның размері 22 диаметр, 23-24 етіп жасасаңыздар да болады. Барлығын осылай духовканы қыздырып қойып, 7-8 минутта қоңыр болып көтеріліп, жұмсақ болғанға дейін пісіріп аламыз. Қазірге піскен кезін көрсетемін. Міндетті түрде вилкамен осылай бетін тесіп аламыз, қатты сынып кетпеу үшін. Қараңыздар, міне 7-8 минутта 180 градуста пісіп шығады. Пісіп шыққан кезінде кальцонымызды батырып кесіп аламыз, жаңағы өзімізге керекті форманы. Барлығын дәл осылай пісіріп аласыздар. Астын жаймен деп шығарып аламыз. Бізде осындай жұмсақ, әдемі корждар болады. Енді ішіне салынатын кремі, ішіне енді біз сгущенкамызды саламыз. Манкідегі сгущенканы қолдансаңыздар да болады. Енді бұл жерде бізде қаймақ, яғни сметана, 500 грамдай сметана саламыз. Осы бір тортқа осы крем жеткілікті. Тағы да өздеріңіз ұнатқан кремдеріңіз дайындап салсаңыздар болады. Медовик тортқа ең жақсы қолжетімді, тез дайын болатын осы крем. Сахарный пудрада салсаңыздар болады. Енді өз қалауларыңызға қарай заварной крем дайындап жақсаңыздар болады. Енді кальцонымызды қойып, легенге немесе тақтайға осылай біртіндеп салып, бір ожаудан толтырып құйып, қасықпен барлық жеріне бірдей етіп жағып аламыз.
бізде креміміз осындай сұйықтау болады. Бетіне корждарын құйып барлығыны тортымызды, медовик тортымызды жинап аламыз. Бізде осы крем жеткілікті. Брожау тағы да кішкене қоссаңыздар болады. Кішкене азайып баратса, корждарымызды теріс қойып, тегіс болып шығу үшін теріс қойып осылай жинап аламыз. 7 корж шығады бізде. 8-9 коржбен жазсаңыздар да болады. Ол кезде уже кішкене сәл бұдан да жұқалау болады. Қанша биік, қанша жұмсақ, әдемі болып шығады. Барлығыны қойып, кремімізді полный ең бетіне жағып, бетіне пищевой пакетімізді кигізіп, холодильникке кем дегенде 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Корждарымызға креміміз сіңіп, әдемі болып тұрады. 2-3 сағат қойсақ жеткілікті. Ең бетінде корждың бетіне кремні әдемі тегіс етіп жағуға әрекет жасаңыздар. Холодильникте тұрған кезінде беті осылай қатады. Осылай бетіне пакетпен холодильниктің иісі сіңіп қалмау үшін 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Енді кішкене шетіні пышақпен ажыратып аламыз да кальциумымызды жәрмендеп шығарып аламыз. Бізде бұл жерде 22 диаметр болғандықтан қатты биік болмайды, осылай кішкене төмендеу болады. Егер 20-18 диаметрмен жасасаңыздар, уже бұл жерде 10 корждан көптеу шығады және де биік болып шығады. Енді жаңағы шетінен шыққан корждарымызды кесіп алғанымыз жақсылап блендермен немесе чоппермен осылай ұнтақтап аламыз. Шетіне, үстіне осылай майдалап ситодан өткізсеңіздер болады. Өте әдемі, ыңғайлы болады. Бетінде түйір-түйір болып, нан сияқты болып тұрмайды. Ортасын домалақтау етіп, осылай ашық қалдырамыз. Бетін сәндегенге сатылымға шығарсаңыздар, міндетті түрде осылай бетіне жеміс-жидектер, осындай фруктилар қойып жіберсеңіздер болады. Міндетті түрде үйде отырған қыз-келіншектер үйде отырып осылай торт жасап табыс көзін табуға сіздерге кеңес беремін. Өздеріңіз қалағандай етіп әрлейсіздер. Туылған күніңмен, жаңа жылыңмен деген әртүрлі топперлер бар, немесе детский топперлер бар. Өздеріңіз қалағанды, немесе жаңағы заказға қалай түседі, солай жасап берсеңіздер болады. Баршаңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге. Қазір сіздерге ішін кесіп көрсетемін, қалай болғанын. Дәмі деген сочный, әдемі, нежный, әлі домашний медовиктің рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетіндегі қағазын, заттарын ала тұрып, сізге кесіп көрсетіп жатырмын. Қараңыздар, іші қандай әдемі болып шыққан. Қазір кескен кезде жұмсақ, ауыздарыңызда ериді. Кофелермен, шайлермен өте күшті кетеді. Сатылымға да өте ыңғайлы, қолжетімді бағада. Міндетті түрде жасап көріңіздер.